Бүгінгі ауыл шаруашылығы тек дәстүр емес, ол заманауи технологиямен дамып жатқан сала. Мал шаруашылығында жаңа көмекші пайда болды. Ол дрон. Дрон қазіргі заманның ең пайдалы әрі қызықты технологияларының бірі болып табылады. Ол адамдардың жұмысын жеңілдетіп, көптеген салада үлкен көмек көрсетеді. Дрон арқылы бұрын жету қиын болған жерлерді көруге, табиғатты зерттеуге және әдемі бейне түсірілім жасауға мүмкіндіктер өте көп. Сонымен қатар дрондар құтқару жұмыстарында, ауыл шаруашылығында және құрылыс саласында тиімді қолданылады. Ауыл шаруашылығында, әсіресе мал шаруашылығында дрон операторының пайдасы өте үлкен. Дрон мал шаруашылығында үлкен көмек көрсетеді. Ол жоғалған малды қысқа уақыт ішінде тауып, фермердің уақытын үнемдейді. Сонымен қатар дрон табынды бақылап, малдың дұрыс бағытты жайылуына көмектеседі. Көктем мезгілінде су тасқыны болған кезде дронның көмегі ерекше байқалады. Біз қауіпті аймақтарды дрон арқылы бақылап, су басқан жерлерді қадағалап отырдық. Бұл адамдар мен малдың қауіпсіздігін сақтауға және қауіпті жерлерді алдын ала анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар дрон арқылы әлсіз немесе жарақат алған малды ерте анықтауға болады. Бұл малдың денсаулығын сақтауға және шығынның алдын алуға көмектеседі. Дрон жайылым жағдайын бақылап, қауіпті аймақтарды анықтауда да өте тиімді. Осының барлығы дронның ауыл шаруашылығында маңызды әрі пайдалы технология екенін көрсетеді. Болашақта дрон технологиясы одан әрі дамып, ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын болады. Сондықтан дрон операторы болашағы зор және сұранысқа ие мамандықтардың бірі болып табылады. Дрон жай ғана техника емес, ол ауыл шаруашылығының дамуына жол ашатын заманауи құрал.